Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздердің назарларыңызға ұмытылған немесе көмескіленген салт дәстүрлер туралы айтқым келіп тұр. Тілдің жалпы коммуникативті қызметі, яғни қарым-қатынас қызметі бар екендігін білесіздер. Сонымен қатар тілдің кумулятивті, яғни ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа тасымалдау қызметі бар. Ал осы ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа тасымалдайтын бұл тілдегі сөздер, яғни атаулар. Ұлттық салт дәстүрлердің де осы атаулары сол салт дәстүрлердің жалпы мазмұнынан, болмысынан, сипатынан хабар береді. Қазіргі кезде ұмытыла бастаған көмескіленген салт дәстүрлер бар. Атаулар көмескіленген, солар туралы ақпарат бергім келіп отыр. Бұндай атауларға атастыру, қыз көру, жар таңдау, қамшы қайтару, жаушы жіберу, құда тарту деген атауларды айтуға болады. Атастыру, екі жан достың әйелдері бір мезгілде аяғы ауыр болған кезде, олар егер сенің әйелің қыз туып, менің әйелім ұл туса, екеуміз құда болайық деп өкпелері тумай жатып, өзара келісуі атастыру дейді. Қыз көру, жар таңдау түсінігінің астарында жігіттің үйленер алдында әуелі өзіне ұнайтын теңін іздестіру әрекеті жасалатын болған. Міне сол әрекеттің атауы тілде қыз көру, жар таңдау деп аталған. Қамшы қайтару. Жігіт әкесі қыздың үйіне ілген қамшысынан соң бір жарым жылдан кейін жаушы жібермесе, қыздың әкесі жігіттің әкесінің қамшысын кері қайтарады. Бұл қызымның басын босаттым дегенді білдіреді. Егер қыз әкесі жігіт үстінен билерге шағым жасаса, онда жігіт әкесі ат-шапан айып төлейтін болған. Яғни қыз көріп жар таңдап кеткеннен кейін жігіт өзінің әке-шешесіне қай үйде қызға көңілі құлағандығын, көңілі түскендігін білдіреді. Содан кейін жігіттің әкесі өзінің ұлының айтқан қызы бар үйге келіп, сол үйге амандасып, содан соң соның үйінде қамшы іліп кететін болған. Яғни қамшы ілсе, демек сол қызға атастыру жасалатындығын, яғни құда түсетіндігінің белгісі болып саналады. Қамшы ілгеннен кейін бір жарым жылға дейін күтетін болған, оған дейін қамшы ілгеннен кейін жаушы келу керек болады. Егер жаушы бір жарым жылдың ішінде келмесе, онда қамшыны қайтарып жіберетін болған, яғни қыздың басын босаттым деген сөз. Жаушы жіберу, жігіт өзінің таңдаған қызын көргеннен кейін, әкесі сол үйге қамшы ілгеннен кейін жаушы жіберетін болған. Жаушы жіберу деген сөз қыз айттыруға баратын өкіл. Жаушының негізгі міндеті қыз әкесін көндіріп, бойжеткенге құда түсіп, құдалыққа келер күнді белгілеп қайту болған. Енді бұдан кейін құда түсуге барады. Құда тарту осы кезде жүзеге асырады. Құда тарту бұл қонақтарға жеке-жеке талап қойып, орындамай жатса, оны жазалау. Жазалаудың түрі әртүрлі болған. Мысалға, құрым қалпақ кигізу құданың талапты орындай алмаған құдаға, немесе бетіне күйе, немесе ұн жағу, суық су құю, және алты қатын жортақай деген жазалау түрі де болған. Ойын әзіл түрінде болатын болған. Бұл кезде атша шөккізіп, атша отырғызып, оның үстіне әйелдер мінген ыңғай танытып, содан төрден есікке қарай жүргізу. Бұл да құда тартудың бір түрі ретінде қолданылған. Ұрын бару, ұрын той деген тіркестер бар. Бұл кезде күйеу баланың ресми қалыңдығымен кездесуге баруын ұрын бару, ұрын той деп атайды. Осы кезде орындалатын дәстүрлер бар. Мысалға, ентікпесін беру деген бар. Ентікпесін беру деген бұл қарсы алуға шыққан жас жеңгелеріне береді. Күйеуді қарсы алуға шыққан жас жеңгелеріне ентікпесін беруді беретін болған. Шатыр байғазы деген атау. Бұл кезде үй тіккен әйелдерге, жастарға арнап үй тіккен әйелдерге шатыр байғазы беретін болған. Балдыз көрімдік, күйеуге болашақ балдыздарын көрсетіп, балдыз көрімдік алатын болған. Қынаменде күйеу келгеннен кейін бірден қайнатасының үйіне түседі, ал күйеудің келу құрметіне сол ауылда ұйымдастырылатын ойын-сауық болған, соны қынаменде дейді. Күйеу қашырар, жеңгесі қайнатасының үйіндегі күйеуді жаңағы ойын-сауыққа ұрлап алып шығатын болған, бұны күйеу қашырар дейді. Сол кезде берілетін ырым бұл күйеу қашырар. Желі тартар, атасының желісінің жанынан өтіп бара жатқан кезде желі тартар беретін болған. Ит ырылдатар,
Қыз отырған үйге жақындағанда жеңгесінің біреуі ит болып ырылдап қарсы алатын болған. Соған ит ырылдатар салтымен ит ырылдатар ырымын жасайды. Бақан салар. Күйеу қызға қалыңдыққа бара жатқан жолда бақан тастайтын болған жеңгелері, сол бақанды алу үшін бақан салар деген салт жасайды. Кемпір өлді. Қалыңдықтың жанына өліп атқан кемпір болып жатқан әйелді тірілту үшін осы кемпір өлді деген ырымын жасайтын болған. Және күйеуге отқа бір қасық май құйғызып, киіз үйдің иесі, жанған оттың иесі ұмаяна риза бол, оттай опалы бол деп, от қызуына алақанын тосып, күйеудің алды мен маңдайына, сосын төсіне сол жылуды тигізетін ырым жасайтын болған қайненесі. Балаға қатысты ұмытылған салт дәстүрлер бұл сырға той, ашамайға мінгізу және тоқым қағу. Баласы тұрмай жүрген кейбір ата-аналар ер баланың оң құлағын тесіп сырға таққан. Баласы ержеткен соң ұлан-асыр той жасап, осы тойдың үстінде сырғасын алатын болған. Мұны сырға той деп атайды. Ашамай ердің қарапайым түрі ағаштан жасалады. Алды артында ердің қасы секілді сүйеніші болады. Үзеңгісі жоқ, үстінде жұмсақ көпшігі болады. Осыны жуас атқа ерттеп, үстіне баланы мінгізеді. Осы кезде ашамай тойын жасайды. Ал тоқым қағар бұл баласы бірінші рет алыс сапарға жолаушылаған кезде жасалатын той тоқым қағар тойы деп аталады. Назарларыңызға рахмет. Ақпарат негізінен күйеу келтір, қыз ұзат, тойыңды қыл деген әдеби этнографиялық танымдық бағытта құрастырылған кітаптан алынды. Әлімқұлов пен Абдрамановты. Назарларыңызға рахмет.